Еуразия кинофестивалі халықаралық және ұлттық байқау қатысушыларымен баспасөз мәслихаттарының жаңа атауларымен таныстыруды және бәсекеге қабілетті фильмдерінің көрсетілімін жалғастыруда. Бүгін кинофестиваль аясында бірінші дөңгелек үстел өтті. Онда өзекті мәселелер талқыланып, Қазақстанның қазіргі кинорежиссерлері мен жаңашыр көрермендерінің сұрақтары қойылды. Халықаралық байқауға қатысушы Брайтон 4 фильмнің режиссері Леван Когуашвили заманауи кинематографияның тенденциясы туралы пікірмен бөлісті. 2000 жылдардың басында, шамамен 2005-2007 жылдарда шетелде оқып келген жаңа кино ұрпақтары мен сияқты Грузияға қайтып келді. Сонымен Грузияда өмір сүру деңгейі жоғарыланды және киноға қаржы пайда бола бастады. Солай, шетелде білімін шыңдап келгендер мен кішігірім тұрақты ақша пайда болып, Грузияның оқиғаларға толы өмірі сәйкес келіп шықты. Бұл тарихқа, сценарийға сіңген өзінше пост-кеңестік драма. Солай, бірнеше факторлар сәйкес келіп, жаңа грузиялық кино пайда болды. Және бұл кино әлі де жалғасуда. Бірақ басқа қоғамда өскен жаңа авторлар да пайда болып жатыр. Қазақ киносы туралы айтсақ, жаңа қазақ киносы туралы үлкен естеліктерім бар. Бұл 90-ш жылдары, 2000 жылдардың басы қателеспесем. Сол кездердегі деңгейін өсуін байқау маңызды болды. Мен негізгі байқауға қатысқым келген, бірақ менің фильмім бұрын түсірілген соң ол байқаудан тыс секторға түсті. Бәрібір де фестивальға кіре алғанымызға қуаныштымыз. Евразияда алғаш рет бірінші курста оқып жүрген кезімде болған едім. Сол кезде өзім үшін міндетті түрде осы конкурсқа қатысушы боламын деп мақсат қойғанмын. Осындай фестивальдердің ең басты мақсаты шетелдегі әріптестермен, жаңа таныстықтармен серіктестіктер. Былайша айтқанда, әлемді ішінен танимыз. Ол еліміздегі және өзге елдердегі фестивальдерден. Work in Progress бағдарламасы аясында тағдыры келесі жылдың басында анықталатын өндіріс процесіндегі фильмдердің трейлерлері ұсынылды. Қазіргі уақытта, соңғы 10-15 жылда әлемдік кинематография үлкен бюджетті, әртүрлі жанрдағы фильмдер жылдан жылға бұрынғыдай емес, ынталы қонақтарға айналды. Себебі, бұрындары фестивальдерден көбіне авторлық кинолар үшін еді. Бұның қаншалықты қиын. Бізде күрделі сахналық фильм деп ол жай ғана аталмайды. Расымен де, көптеген күш, уақыт жұмсаймыз. Мысалға, авторлық кинода сен бір күнде 2-3 беттік диалогты түсіре аласың. Экшн жанрда бір күнде 20-30 секундтық жұмысты жасай алсаң, ол үлкен жетістік болып саналады. Біз фильмімізде қолымыздан келгенін барлығын жасағанмен қоса біздің басты рөлдегі керемет актеріміз Эмирдің арқасында күніне 40-60 секундтай түсіре алдық. Менің ойымша, фестивальдерді мүлдем салыстыруға болмайды. Әр фестиваль өзінше ерекше. Барлығы алдына өзіндік мақсаттар қояды. Жаһандық немесе жоғары мамандандырылған болып келеді. Сондықтан мен осы атмосферада жүруге тырысамын. Барлық идеяларды жақсы тыңдап, отбасылық және достық атмосферада болуға тырыстым. Режиссерлердің фестивальға алып келген картиналары ұрпаққа жылдан жылға қалатындай өзгеше жұмыстар. Сондықтан фестиваль ол өз жұмыстарыңды көрсетуде
басқа авторлардың жұмысын көруге және танысуға керемет алаң. Мен бұл фестивальдің ұйымдастырушыларына үлкен рахметімді айтқым келеді. Евразия бұл мықты фестивальдердің бірі. Қазіргі уақытта осылай үлкен сенімділікпен айтуға болады. Себебі біздің фильмдер бөлек, жеке ұлттық байқау бәсекесіне түсіп жатқанына өзі үлкен жетістік. Жай ғана халық аралық байқаудың ішіндегі бір-екі кино ғана емес. Әзірге өзіміз байқамай жатсақ та, біз расымен де жоғары сапа деңгейіне жеттік. Еліміздегі режиссерлердің көбейіп, арасында лайықты деген жұмыстарды таңдап алып, жеке байқаудың болу соңын көрсеткіші деп ойлаймын.